Алло, жедел жәрдем, науқастың жағдайы нашарлап жатыр деп 103-ке звондап телефонды қойып тастайды біреулер. Мысалы байқаймыз. Болып жатқан жағдайды дұрыс жеткізбей жатады. Сіз мысалы 103-ке қоңырау шалдыңыз ба? Диспетчердің сұрағына дұрыс жауап беріңіз. Науқаста не болып жатыр? Мүмкін травма, может құлады көшеде, немесе жүрегі ауырып жатыр, немесе ес-түссіз, мысалы есін жоғалтып жатыр. Екіншіден, мекенжай қай жерде болып жатыр, қай аймақта болып жатыр. Науқастың жасы қанша жас шамасында, осының барлығын дұрыс жеткізе білу керек. Өйткені сонымен қатар диспетчердің қоятын сұрақтарына дұрыс жауап бергеніңіз жөн. Өйткені мүмкін ол адамға реанимационный бригада керек шығар. Кардио бригада керек шығар, немесе фельдшерский бригада бару керек шығар. Сіздің жалпы 103-ке қоңырау шалып осы жағдай жеткізуіңізге байланысты диспетчер шақыртуды қабылдап, жалпы бригадаға береді шақыртудың санатына байланысты. Сол үшін жалпы жедел жәрдемге қоңырау шалған кезде осындай тиянақты айтып жеткізе білудің маңызы зор. Сіздің жақыныңыз үшін де, немесе көшедегі ес-түссіз жатқан адамның жалпы денсаулығы үшін де. Өйткені мекенжай дұрыс берген жоқсыз. Человеку плохо деп телефонды қойдыңыз, қайықтан іздеп табады деген сұрақ өзіңізді алаңдатуы керек.